Біздің кітапханамыздың тұрақты оқырмандары, мен сіздерден сұрайын, негізі біздің кітапханамен сіздерге қызықты ма, қалай өз пікірлеріңізді айтып кетіңіздер? Кімнен бастаймыз? Абдрахман айта қойыңыз. Осы кітапхана келген өте қызықты. Бұнда өте көптеген кітаптар бар. Мен осы кітапханада көптеген күндер бойы келдім. Мен өз ұнатқан кітаптарымды осы кітапханада табам. Бұл кітапханада әртүрлі жанрдағы кітаптар бар. Бұл кітапхана өте қызықты деп ойлаймын. Рахмет. Мұхаммед айта қойыңыз сіз пікіріңізді. Мен кітапханаға келгеннен бастап уже кітаптарны басуға оқуға бастадым. Сол неше айда, неше күнге өтсе де кітапты тастамаймын. Бізбен болған қызықты ма сізге? Кітапханадан өзіңіз қалаған кітаптарды тауып былай оқып жатсыз ба? Иә. Соған кешкен кітаптар болса да оқуға болады. Рахмет. Маған осы кітапханада кітаптар оқыған ұнайды. Мұнда түрлі қызықты кітаптар бар, маған ұнайтын да кітаптар бар. Маған қызықты кітаптар ол батырлар, ертегілер туралы. Маған осы кітапханада болған ұнайды. Қашаннан бастап біздің кітапханаға келіп кітап оқып жүрсіздер? Жарты жыл оқып жүрміз. 9-10 ай. Ай емес пе? Жарты жыл. Ай емес пе? Бір жыл болған жоқ, күзде болды. Бір жыл болды. Сізге бір жыл болды. Абдрахманға 9-10 айдай болды. Енді қалай кітап оқуды жалғастырамыз ба? Қалай енді кітапханамен бірге қызықты қандай сәттер болды, есте қалатындай? Сол кітапханамен бірге, кітапханаға байланысты, кітаптармен байланысты Көптеген іс-шаралар болды, бізге сыйлықтар берді, әртүрлі кино көрдік, көптеген қызықты сәттер болды. Енді өзіңіздің класстас достарыңызға, інілеріңізге, таныс достарға сол не айтар едіңіз? Кітапхана туралы, кітаптарымыз туралы қалай? Кітапханаға келіңдер. Осы орталық кітапханада барлық кітаптар қызықты. Мен осы кітапханаға келулерін сұрайтын едім. Бұл кітапхана өте көп қызықты. Бұл кітапханаға келіп іс-шараларға қатысып, өзінің зейінін дамытуға келгенін сұраймын. Кітапханаға келсін. Өйткені кітап ол пайдалы шақта қасынадан қарағанда. Соған қасына ол кітап шақты, соған оқып келсін.